Негізі мен жалпы психосоматологпын. Психосоматолог болып жұмыс жасап жатқаныма уже 3 айдың көлемі 4-ші айға бара жатыр. Осы аралықта 200-ден аса адамды жеке қабылдаудан өткіздім. Енді менің бір байқағаным, жалпы біз осыған дейін қаншама курстар алдық, қаншама сабақтар алдық, қаншама, яғни әркім әртүрлі жаңағыдай нәрселерді шығарып жатыр да, ретрит деген шығарып жатыр, неше түрлі. Яғни осылардың барлығында да сіз алған ақпаратпен өзіңіз жеке қалып жұмыс жасайсыз. Яғни сіз уже жеке өзіңізбен өзіңіз қалып жұмыс жасайсыз да. Ал енді мына менің қазір жасап жатқан терапиямды сіздің осы басыңыздағы түсінбеушілік болсын, қарым-қатынасқа қатысты, жаңағы ене мен келінге қатысты, күйеумен қатысты, өзіңізді тануға қатысты, денсаулыққа қатысты, осындай қарым-қатынастарда сіз өзіңіз жеке қалғаннан гөрі осындай маманға келіп терапиядан өткеніңіз өте абзал. Себебі сіз терапияға келген кезде, былайша айтқан кезінде сіздің түп санаңызбен біз жұмыс жасайтын боламыз. Сіздің түп санаңызға біз үңілетін боламыз. Былайша айтқан кезде жаңағыдай курстар, сабақтарда сіз өзіңіз отырып, өзіңіздің түп санаңызға өзіңіз үңілетін болсаңыз, ол ондай кезде көп жағдайда жаңағы сіздің шыдамыңыз жетпейді, және сізде жаңағы білім жетпейді. Оның бәрін соңына шейін кіруге, ал бізде қолымызда нақты инструмент бар. Осы инструментпен шаг за шагом деген секілді сізбен жұмыс жасаймыз. Сіздің жаңағы түп санаңызға кіреміз. Именно сол запросқа қатысты сізде қандай кедергі бар. Осы кедергіні аламыз, ол кедергімен жұмыс жасаймыз, ол кедергінің убеждениені өзгертіп, қайтадан миыңызға қайтадан соны жаңағыдай кедергі емес, кәдімгі сізге жұмыс жасайтындай жасап қоямыз ғой. Көрдіңіз бе? Осындай бізде жаңағы жеке консультация болады, то есть осындай терапиялар болады. Осындай терапияға жазыламын десеңіз, менің жаңағы жеке неме жазыңыз, немесе мен профильді, менде жаңағы WhatsApp ссылкалар болады, соған жазыңыз.